Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Ақылмен ойлап білген сөз, бойына жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайнар, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Сенбе жұртса тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыққа жақ бол. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Талап еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Досыңмын деп жүріп, дұшпандығын оздырар жамандар болады. Еңбек қуаныш, жалқаулық, айырылмас азап. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боларсың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың төресі сол. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Баланы ең әуелі мейірім шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы. Досыңа достық қарыз іс. Жаныңа жақынның соңына еруге жалқауланба. Бейтаныс кісі бітеу жаңғақ, бүгінгі дос ертең жау. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық.